Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Айдосұлы Қадірәлі. Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылының нөмір 1 мектеп лицейі. Мектеп парламентінің ақпарат фракциясының белсенді мүшесі. Менің басты мақсатым қоғамдағы оқушылардың өзін-өзі басқару көшбасшыларын қалыптастыру. Біздің мектеп лицейімізде 1800-ден астам оқушы білім алуда. Мектептегі оқушылардың білім алуына байланысты барлық жағдай жасалған. Олардың талантты әрі қабілетті болып өсуіне қолайлы орта бар. Мектеп парламенті 8 фракцияға бөлініп 8 бағытта жұмыс жасайды. Олардың тиімді әрі қарқынды жұмыстарының арқасында мектептегі оқушыларды жеке тұлғалық қасиетке жетелейді. Осы орайда оқушыларға өзімнің ұтымды жобамды ұсынамын. Ол жоба жас кәсіпкерлер жобасы. Менің жобамның мақсаты оқушыларды мектеп қабырғасынан бастап білікті маман ретінде қалыптастыру. Бұл жобада оқушылар ауданымыздың беделді кәсіпкерлерімен кездесулер өткізіп, кәсіптік бағыт-бағдар алатын болады. Мектептегі тұрақтылықты сақтау үшін мәдениет пен білімнің ақпараттық қауіпсіздіктің маңызы зор. Біз бұл бағыттағы мектептің жан-жақты әрі тиімді, яғни инклюзивті болуын қамтамасыз ететін жүйелі шаралар қабылдадық. Осы мақсатта арнайы құрылымда жасақталады. Дегенмен мектептегі келісімді нығайту ісінде әрбір парламент мүшелері айрықша рөл атқарады. Алдағы міндеттерді табысты орындау үшін парламент пен фракциялардың бірлесе жұмыс істеуі қажет. Сонда ғана біз мектебіміздің береке бірлігін сақтап, білімімізді нығайта аламыз. Тұрақты дамудың және өсіп өркендеудің бірден бір жолы осы.